Сборка бройлерный клетканың сборкасы. Мынау арты болады. Арты. Артына екі боковой кіреді. Міне мына сияқты екі боковой болады. Осы екі боковой кіреді. Сосын кейін сыртынан мына алды кіреді. Алды осының сыртынан отырады. Екі боковойдың. Көрсеңіздер. Содан кейін мына төбесі кетеді. Осының бәрін қатайтасыздар. Шуруп саморезге отырады. Қазір мен сіздерге қатайтып көрсетейін. Тура осылай арттарында жанынан қатайтып жассыздар. Көріп отырсаңыздар. Одан кейін қазір астын көрсетем. Одан кейін міне жатқызамыз арқасына қарай. Мынандай екі несі болады, поддон ұстап тұратын жері. Соны мынаның ішіне кіргіземіз де и қатайтамыз. Мынаның жоғары жағы былай қарау керек, күшті поддон жүретіндей. Это екі шетінен 10 сантиметр алып қатайтасыздар. 10-15 сантиметр. Былай отырғызасыздар. Барынша мына саморезді кішкене бері қарай шетіне қою керек. Қарасаңыздар, жоғары жағынан осындай болады. Бұл жерде поддон жүреді. Одан кейін мынандай асты болады, кольцосы. Яғни бұл не үшін? Өйткені бұл орнатылған соң, кольцосы астына. Бұл біріне бір киліп тұрады, я болмаса бірнеше ярус, я болмаса астындағы как подставка ретінде роль ойнайды. Сол үшін мына саморезді сәл шетіне қарағаныңызда осылай төрт жағына қатайтып шықсаңыздар болады. Төрт жағына қатайтасыздар. Одан кейін қазір ішін саламыз, астын жүретін. Соны көрсетем. Астын кольцосы міне. Астына саморез, үстінен осы төрт жерден қатайтсаңыздар да жеткілікті. И мына ортасына саламыз, яғни жүретін. Бұны екі жағынан екі шуруп, мына жағынан тағы да екі шуруп жібересіз. Қазір көрсетеміз. Осылай болады, міне. Мына жақтан бір шуруп, жоғары жағынан бір шуруп, және де арт жағынан екі шуруптан жіберсеңіз болады. Мынаны егерде бройлер, несушкеміз бройлер болса, мына нені сәл көтеріңкіреп барып қатайтсаңыздар болады алды жағын. Сол кезде бройлерға кетеді. И асты түзу болады, поддон кішкене. Түзурек болады. Көтерген кезде. Одан поддон саламыз, кормушкасын саламыз, потом керек болса комплектацияда ниппельный пойылка, ол дополнительный ақшамен жүреді. Алдында кормушкасы осында кетеді. Және де поддон, және екеуін біз қатайттық, соған отырды. Астын қарасаңыздар. Екеу осыған. Осылай екі поддон болады. Мұна жерде пойылкасы. Және де пойылкасы осылай орнатылады. Өздеріңіз қарасаңыздар. Именно тесікке ыңғайлы қылып екі шетін қыласыздар, орнатасыздар, және де жоғары қарай төртеу қойсаңыздар болады, көтеріле береді. И пойылкасы бар шлангымен кіреді, мына жерден осы жерге салынады. Осындай алдында жем салынады.